Ұшқан бақ 5-ші бөлім. Азаматпен әңгімелесіп, ішімдегіні шығарып жақсы болып қалдым. Уақыт өте келе, ол екеуміз жақсы дос болып кеттік. Осылай жүргенімде базардағы Серіктің ауылының бір келіншегі Сырғалым, Жансая, мен саған бірдеңе айтайын ба, бірақ маған ренжіп жүрме деген соң жанына барып, не ол, не жайлы деп едім. Сен анау Айтжанды білесің ғой, Серіктің сыныптасы. Сол кеше менің күйеуім және Серік жандарында тағы ауылдың бір-екі жігіттері бар, Гүлайдың дүкенінің алдында сыра ішкен екен. Сол жерде әлгі Айтжан сен туралы бір әңгіме айтыпты. Серікке сені базар жақта бір жігітпен көлікте құшақтасып отыр, бұрынғы әйелің жүріс жүретін келіншекке айналып кетіпті дегендей. Содан Серік ашуланып, Айтжанмен ерегісіп, соңы төбелеске дейін барыпты. Сонда Айтжан Серікке: «Бұрынғы қатыныңды қызғанып тұрсың ба?» десе Серік: «Ол менің баламның анасы, ол ондай адам емес, порядочная, оған тіл тигізбе», деп сені жақтап сөйлеген екен. Сөйтсе Айтжан: «Сенбейсің бе? Мә қара, өткенде ғана менімен қылмыңдап суретке түскен», деп екеуіңнің түскен суретіңді көрсетіпті. Содан Серік баламды қолыма аламын деп қатты ашуланып кетіп қалыпты. «Так что байқап жүр, Жансая», дегенінде көз алдым тұманданып, аяқ-қолым қалтырап кетті. Елдің өсегіне қалып, баламнан айырылып қаламын ба деп қатты қорқып кеттім. Сөйтіп жанашыр болып жүрген Азаматқа звондап, көзіме жас алып, әлгі әңгімені айтып едім. Ол: «Ешкімнен, ештеңеден қорықпа, кешке келіп алып кетемін, сол кезде сөйлесеміз», деді. Содан сол күні кешке дейін не сатып, не қойғанымды білмедім. Басым ауырып, бойымдағы қорқынышты сезімнен арыла алмадым. Осылай жүріп кеште болды. Базарда тарқай бастағанда Азамат келіп мені алып кетті. Сөйтіп екеуміз ауылдың шет жағына шығып, көлікте отырып әңгімелестік. Сол жерде Азамат мені біраздан бері ұнатып жүргенін айтып, үйленуге ұсыныс жасады. Қапелімде мен оның мұнысына сасып қалып, не деп жауап берерімді білмей қалдым. Кейін ғана өзімнің тұрмыста болғаныма, баламның барына, анасы қалай қарайтынын сұрап едім. Ол: «Жансая, мен де бір рет үйленіп ажырасқанмын», оны менен жасырғанын айтты. Бірінші әйелімен 6 айға ғана бірге тұрған екен. Ажырасуға себеп болған анасының ауруы екен. Анасының денсаулығы жоқ көрінеді, ауытқуы бар. Осы себепті әйелі: «Ауру анаңа қарай алмаймын», деп кетіп қалыпты. Содан: «Сені ұнатамын, адал жақсы келіншексің. Маған тұрмысқа шықсаң, балаңды ешкім сенен тартып ала алмайды. Өсек аяң да тыйылады. Толыққанды отбасы болайық. Ұлыңа жақсы қарауға уәде беремін», деген соң өзім үшін, балам үшін де тұрмыс құрғаным дұрыс болар деп ойланбастан келістім. Сөйтіп арада 2-7 уақыт өткен соң некемізді қидырып, Азамат екеуміз 2 жарты бір бүтін болып, бір-бірімізге сүйеу болып, өзара келісіп отбасын құрдық. Менің бұл шешіміме ешкім араласпады, анамдар да қарсы болмады. Сөйтіп Азаматтың үйіне баламмен көшіп бардым. Үйлері аса үлкен емес, ауласы мен бақшасы бар, шағын ғана жер екен. Анасы шынымен жыл мезгілдерінде денсаулығы болмай ауытқуы ұстап, маңқиып ауырып қалады екен. Ондай кездері қарап жүрмесе, түндерде тұрып көше кезіп кететіні тағы бар. Сонда да ол кісіні жас баладай күтіп, барынша қарап отыруға тырыстым. Алайда 2-ші рет тұрмыс құрып, керемет бақытты болып кеттім деп айта алмаймын. Өйткені Азаматтың менен жасырған тағы бір сыры бар екен. Ол ащы суға құмарлығы еді. Жиын тойда ішіп қояды екен де, содан 4-5 күнге ар етсе 1-7 запойға кетеді екен. Мұндай кездері өз ісіне есеп бермей, арқасы бар адам секілді көздері стеклянный болып әкіреңдеп, әркіммен бір ерегісіп, ұрыс жанжал іздеп кететін әдеті бар. Мұндай кездері балам одан қорқып, шырқырап жылап кететін.
нағашы атасын айтып, сонда кетейікші деп жалынып жылайтын. Мен болсам жанымды қоярға жер таппай, баламды жұбатып Азаматты әкеліп алдап-сулап жатқызуға тырысатынмын. Оны дұрыс білмей жатып, асығыс шешім қабылдаппын. Амал жоқ. Екінші рет тұрмыс құрған соң шыдауым қажет. Оған бұлай ішкенін қойдыруым қажет деп күресе бастадым. Сау кезінде тым жақсы жігіт, ішіп алса адам танығысыз болып кететін еді. Осы кездері алғашқы некем Серік пен ата-анасы есіме түсіп, бірінші бақ, екінші бақ, бетбақ деп босқа айтылмаған екен ғой деп іштей қатты күйінетін едім. Балама да обал қылдым-ау деп жылап алатын болдым. Осылай жүргенімде аяғым ауыр екенін білдім. Мұныма Азамат қатты қуанғанымен өз басым аса қуана қоймадым. Өйткені күйеуіме сенбейтінмін. Балаларымның болашағына алаңдаулы едім. Дегенмен ішке біткен шарананың еш жазығы жоқ еді. Сонымен көңілім түсіп сүреңсіз сұрықсыз күн кешіп жаттым. Енем ауру, күйеуім бір ай сау болса 10 күн мас болады. Өзім аяғым ауыр, жеріктік кезеңінде едім. Осылай жүргенімізде бір күні Азамат және ішіп келіп маған тисе бастады. Маған тигеніңе өкініп жүрсің бе, әлде бұрынғы байыңды сағынып жүрсің бе, деп әрдемені бір айта бастады. Сөйтіп мен үндемей отыр едім. Жауап берсеңші деп бетімнен шапалақпен салып жіберді. Мен одан мұндайды күтпеп едім. Қанша ішсе де қол көтермейтін күйеуім осы жолы менің аяғымның ауыр екеніне де қарамай ас үйде және қол көтермекші болғанында ұлым шырқырап маған қарай жүгіріп келе жатыр еді. Азамат қолымен қағып жіберіп, мен ұстап үлгергенше балам ас үйдегі столдың қырына басымен қатты соғылды. Содан сылқ етіп құлап басынан аққан қан бетін жуып бара жатты. Мұны көріп жан дәрменім қалмады. Азамат та көзі бақырайып, мәңкейіп қарап қалды. Баламды көтеріп алдым да телефонымды алып үйден жүгіріп шығып көршінің үйіне бардым. Сол үйдегі аға такси болып жұмыс істейтін. Жылап жүріп сол кісіге барып, дереу ауруханаға алып баруын өтіндім. Ол үйдегілер бір ауыз сөзге келмей, дарбазасын ашып, бізді көлікке отырғызып, ауруханаға алып кетті. Жолай әкеме звондап, ауруханаға келулерін өтіндім. Ата-анам келіп, артынша милиция келіп, менен түсініктеме алды. Мен болған жайды айтып бердім. Осы орайда милиция Азаматтың үстінен арыз жазасыз ба деп еді. Іштегі сәбиімнің әкесін қалай қаматып қоямын? Құдайға шүкір ұлым аман, орта деңгейдегі жарақат алған еді. Сөйтіп күйеуіме шағымданбадым. Ауруханада балама ем алып, біраз уақыт жаттық. Арада біраз уақыт өткеннен кейін артымыздан Азамат келіп кешірім сұрады. Алайда мен оны кешпедім. Одан кетуге бел будым. Бірақ анам, немеремді өлтіре жаздадың. Кешірім алғың келсе, астыңдағы көлікпен үстіне ақша қосып бересің. Болмаса соттатамын деп, оның көлігі мен үйіндегі бір сауын сиырын сатқызып алды. Мен қажеті жоқ едім, жоқ деп едім. Анам, ана байыңнан да ештеме алмай бір баламен кеттің. Мына байыңнан да солай кетесің бе? Енді бір емес 2 балаң болады. Мұның барлығы сендердің қамдарың үшін бір жер алып үй болайық деген соң солармен бірге тұратын болған соң келістім. Сөйтіп екінші рет ажырасып кеттім. Азаматқа енді мені де баланы да іздеуші болма дедім. Ауруханадан шығып қайта ата-анамның қолына келдік. Басыма қонған бағымды бағалай алмай, кезінде бір сәттік ашу ызаға беріліп, істеген ісімнің соңы осылай болды. Енді өкінгенмен не шара? Балаларым үшін өмірмен күресіп, оларды аяққа тұрғызуым қажет деп, есімді жиып, қалпыма келе бастадым. Арада біраз уақыт өткен соң қыз бала босандым. Ал анам ақшаның басын құрап, тұрып жатқан ауылымыздың шетінен жер алдық. Сөйтіп нағашыларымыздың көмегімен 4 бөлмелі үй тұрғызып алдық. Азамат сол кеткеннен мені мазалап іздеп келмеді. Ал Серік ауылдағы үйін сатып, қаладан үй алып көшіп кетіпті.
Кетерден алдын базарға келіп, екеуміз отырып сөйлестік. Сол жерде мына 7 сотық жер ұлыма деп өз атына рәсімделген құжатты көрсетті. Мына жерді ұлыма алып қойдым. Ер жеткен соң өз атына рәсімдеп қолына беремін. Ал қазірше менде болады. Мұнан ата-анам мен әйелімнің де хабары бар деді. Ай сайын ұлымның қажетіне белгілі бір мөлшерде ақша аударып отырамын. Ел қатарлы балабақшаға бер, киіндір. Әкесі жоқ бала секілді жүрмесін. Ештеңеден таршылық көрмейді. Тек әкең тастап кеткен деп мені жамандамаңдар. Есі кіргенде мені іздеп келсе, қуана қарсы аламын дегенінде еріксіз көзіме жас келді. Ішімнен Серікті бағалай алмағаныма қатты өкіндім. Серік сол сөзінде тұрып, ай сайын ақша салып отырды. Қазіргі таңда ата-анаммен бірге тұрып жатырмыз. Ұлым биыл 16-ға толады. Есі кіріп ер жетіп қалды. Оған Серікке уәде бергенімдей, әкесі жайлы ешқашан жаман сөз айтқан емеспін. Ұлым өте ақылды, сабақты да жақсы оқиды. Кішкентайынан атасына жақын болып өскендіктен әкесін сұрап іздеген емес еді. Атамның баласымын дейтін. Тек өткенде ғана әкемді көрсем деп бір сөзінде айтып қалды. Ол жағының қалай боларын әзірше білмеймін. Серікке де бұл жайлы әлі ештеңе айтпадым. Ал Серіктің бүгінде 3 баласы бар, қалада тұрады, жақсы қызметте істейді. Ата-енем де қалаға көшіп кеткен, ауыл жаққа өте сирек келеді екен. Қызым болса ол да өсіп қалды. Бұл қызымды да туып алғаныма Құдайға шүкір деймін. Ұлым мен екеуі бір-біріне жанашыр, серік болып жүр. Ал әпкем болса екінші рет тұрмыс құрып кетті. Көрші ауылда тұрады. Сіңілім де тұрмысқа шықты. Мен осы қара шаңырақта ата-анаммен қалдым. Сол баяғы базарда саудадамын. Қазіргі жағдайымыз жаман емес. Тұрмыс құрмадым. Қалған өмірімді балаларыма арнағым келді. Тек іште Серікке деген қимастық сезім мен орны толмас өкініш қалды. Басыма қонған бақты бағалай алмай ұшырып алдым. Тәңірім, адамға 3 рет қана бақ береді екен ғой. Соны ұстап қалсаң, бағыңның жанғаны, ал егер ұстап қала алмасаң, бақытсыз болғаның екен. Осы себепті бақытты да адал жолмен іздеп, басыңа қонып жатса, бағалай білу қажет екен.